Barchаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ең оңай жасалатын огурцы мен помидор нарезка жасаймыз. Егер де менің рецептім, нарезкаларым ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, коммент жазуды ұмытпай, қоңыраушаны басыңыздар. Нарезка маған 2 огурцы, 2 помидор, сыр керек, сосын консервный жүгері керек. Бірінші огурцымызды кесіп аламыз. 1 келкі, ұзындығын 1 келкі қап. Бір-біріне шамалап кесіп аламыз. Кесіп алған огурцелеріміздің ортасынан осылай бөлеміз да, одан кейін 2-ге бөлген огурцы тағы да бөлеміз. Бәрін солай 1 келкі формада бөліп аламыз. Бұл ең оңай нарезка. Пышағыңыз өткір болса болды. 5 минутта жасауға болады. Енді помидорымызды турап аламыз. Оны да 2-ге бөлеміз ортасынан теңдей қып. Сосын оның 1/2 түбін алып тастаймыз да. Екіншісін алып тастаймыз. Сөйтіп помидорды 1 бөлігін 3-ге бөлеміз. 1-де қып. Осылай помидорымыз да дайын болады. Огурцыды осылай 1 келкі қып тәрелкеміздің шет жағынан қойып аламыз. Ара қашықтары бірдей болу керек. Арасына помидорды қоятын боламыз өстіп. Біртіндеп. Енді қойылып шыққан огурцылардың арасына помидорларымызды, кесіп алған помидорларымызды біртіндеп қойып шығамыз. Помидор мен огурцыды егерде кескен кезде 1 келіп кесетін болсақ, аса қиындық туылмайды, бәрі бірдей қойылып шығады. Шетінің формасы осындай болады. 1 келкі қызыл мен көк огурцы мен помидор араласып. Енді ортасын кесетін боламыз. Ортасын дайындап алып. Нарезкамыздың ортасын салу үшін енді огурцыды ұзыннан ортасын тіліп кесіп аламыз. Бұның енді формасы басқашалау кесеміз. 2-ге кесіп алған огурцыды енді 3 бұрышты қып кесеміз. Осылай. 1 бөлігінде осылай кесеміз, 2-ші бөлігінде солай кесіп шығамыз. Үшбұрыштап турап алған огурцымызды осылай жағына қойып шығамыз. Қатарлап бір қалыпты қылып. Осылай. Қалған бөліктеріне солай қоямыз. Енді біреу қойсақ болды, сонымен толығады. Формасы осындай болады. Енді оның ортасында сырмен қоям. Сырымызды бөліктерге бөлеміз. Оның да формасын 3 бұрышты кесіп алам. Тәрелкеміздің ортасын салу үшін.
тәрелкеге сырын салып, сосын консервный жүгері саламыз. Кесілген сырымызды осылай саба аламыз ортасына. Қалған бөлігіне жүгері саламыз. Достар, бүгін сіздермен осындай ең қарапайым нарезка жасадық. Егер де менің жасап жатқан нарезкілерім, рецепттерім сіздерге ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.